Шеке алып қолыма асық ойнап лай-лай, мұнша бала таңғалып тұрсақ ойнап лай-лай. Кешке дейін асықты ойнап едік лай-лай, қызығына ойынның тоймап. Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз асық ойын ойнаймыз. Асық ойыны қазақтың дәстүрлі ойындарының бірі. Асық ойыны көбінесе балалар ойнайды. Асық ойыны балалардың ой өрісін дамытуға, ептілікке, шыдамдылыққа үйрететін ойындардың бірі. Асық ойыны бізде асықтың түсу жолдары бар. Асық оң бетімен түссе, асығың алшысынан түстім деп айтып жатады. Ал керісінше түссе, бұны тәйке деп айтып жатады. Ал егер шалға бетімен түссе, бұны бүк дейді. Ал керісінше түссе, бұны шек дейді. Түсіндіңіздер ме? Енді асық ойынын бастаймыз. Хан талапай, талапай, ойын басталды алақай. Енді бұл ойынның ішінде хан асық деген асық бар. Кімге түсті хан асық? Саған түсті ме? Осы ойыншы ойынды бастайды. Бір-бір сағадан алыңдар, атадың бір-бір сағадан алыңдар. Хан асықтарды неге қоямыз? Бір-бір асықтан алыңдар. Bir sağlamını alındır. Кезекпенен қатарға тұрамыз қазір. Bir сағалындар ма? Қайсысын алдыңыз? Алдыңда болды. Bir-бірден алыңдар болды. Болды. Біреу алдың ба? Біреу алдың ба? Ол келді. Қатарға тұрамыз. Бірінші хан асық атады, осының артына тұрамыз, қалғанымыз, тоқтап. Артынан не қойдыңдар болды? Не қойдыңдар болды? Кезекпен кезек артына тұрасыңдар. Артына тұрасыңдар. Осы жерде тұрып, мынамен бір атасы батасыңдар. Түсіндіңдер ме? Бастайды. Ой, жарайсың. Не қойды? Сенде бір асықтың. Келесі бak. Келесі ата бер. Ой, жарайсың. Екі асық сен. Өзің алды, өзің. Келесі. Ой, сенде жоқ. Келесі. Сенде де жоқ, асығың болды. Артқатында тұр. Асықтар жинаймыз, қайсыраймыз. Ой, сидели же. Ой, келесі. Ой, жарайсың, екі асық. Келесі. Келесі тарап седі. Балалар енді жинаған асығымызды санаймыз. Мына батырымызда 3 асық, мына батырымызда да 3 асық, мына батырымызда 2 асық. Сенде қанша асық? 2. Сенде нешеу? 3. Хан асық жинаған батырымыздікі санайықшы. Яғни хан батырымыздікі хан талапай ойындағы жеңімпаз. Мына батыр баламыз жеңімпаз. Хан талапай ең көп жинаған осыны алды асығы бар екен. Бүгінгі ойын осымен қызып өтті.